әдеттегідей байқау сынақтарының видео шешімін бастаймыз. Бүгін бізде 24.012 нұсқасы. Кеттік. Бірінші сұрақ. 5 кг дене белгілі бір күштің әсерінен 5 метр биіктікке көтерілгендегі ауырлық күшінің жұмысы. Жалпы бізде күштің жұмысының формуласы Fs косинус альфа. Косинус альфа дегеніміз F бізде күш болатын болса, S бізде орын ауыстыру болса, осы екеуінің арасындағы бұрыш. Күш, қандай күштің жұмысы, біз сол күшті алуымыз керек. Бізде ауырлық күштің жұмысы деген, демек ауырлық күші бізде mg. S деген ол орын ауыстыруы, денен жоғары көтеріліп жатырмыз, H биіктікке көтеріледі. Ауырлық күші бізде төмен бағытталады, дене жоғары көтеріліп бара жатыр. Арасындағы бұрыш бізде 180 градус, косинус 180 градус минус 1-ге тең. Барлығын көбейтеміз, 5, 5, 25, онға көбейтеміз, 250, бірақ минуспен шығады. Екінші сұрақ, денелердің тепе-теңдікте болуы үшін қажетті шарттарды белгілеңіз. Екі шарт бар, өзі Ньютонның бірінші заңы бар, барлық күштердің қосындысы 0-ге тең болу керек. Және де екіншісі күш моменттерінің қосындысы 0-ге тең болу керек. Сонда жауап бізде болады А. Үшінші сұрақ, график бойынша түзу сызықта қозғалатын дененің үдеуін анықтаңыз дейді. Бізде В мен Т. Жылдамдық бізде 3-тен басталып тұр, 3-тен 12-ге дейін. Қанша секундта өзгереді? 12 азайтылған 3 секундта өзгереді. 9, 3-ке бөлеміз, 3-шында жауап болады бізде С. Төртінші сұрақ. Көп қабатты үйдегі лифттің тыныштық күйден қозғалып, максимал 10 метр секунд жылдамдыққа жеткенше 10 секунд уақыт өтеді. Үдемелі қозғалған лифттің ішінде тұрған масса 50 кг дененің баланың салмағын анықтаңыз дейді. Бала, бізде лифт жоғары қарата үдемелі қозғалып бара жатыр. Үдеуін тауып алайық. Бірінші, үдеуін табу үшін жылдамдықтың өзгерісін уақытқа бөлеміз, 2,5. Дене лифт тыныштық күйден жоғары қарата үдемелі қозғалып бара жатыр. Үдемелі жоғары қарата қозғалатын болса, біз салмақты қалай анықтайтын едік? Салмақ дегеніміз mg плюс А болады. Демек 50, 10 плюс 2,5, 12,5-ді мен 50-ге көбейтетін болсам, 625 деген жауап шығады. Бесінші сұрақ, қатаңдығы 300 ньютон бөлінген метр серпен 4 см-ге созылған кездегі потенциалдық энергия. Kx квадрат бөлу 2, kx квадрат, оның минус 4 дәрежесі қосып қоямыз, сантиметр квадрат, метр квадратқа айналдырғанда. Бөлеміз 2-ге. 16, 16-ны 2-ге бөлсек 8, 8 3-ге бөлсек 24. 2400, оның минус 4 дәрежесі. Сонда жауап болады бізде Д. Арғата жалғастырамыз. 6-шы сұрақ. Мағжан допты 15 метр секунд жылдамдықпен көкжиекке 30 градус бұрыш жасай лақтырды. Доптың ұшу уақытын табыңыз дейді. Енді көкжиекке бұрышпен лақтырылған кезде ұшу уақыты дегеніміз 2Т көтерілу уақытына тең. Ал көтерілу уақыты бізде формуласы қандай еді? В0 синус альфа бөлінген G еді. Орнына қоямыз. 2 көбейтілген 15, синус ол бізде 2-ден 1-ге тең, бөлеміз 10-ға. Сонда 15 бөлінген бізде номер қысқарады 10, сонда бізде 1,5 секунд деген жауап шығады. Ағарта жалғастырамыз. 7-ші сұрақ. Материялық нүктенің циклдік жиілігі берілген, осында тербеліс жасайды дейді. Сондай циклдік жиілікте амплитудасы 1,5 метр болса, максимал жылдамдығын табыңыз дейді. Максимал жылдамдығының тоже дайын формуласы бар, Xmax амплитуда немесе соны біз Xmax көбейтеміз омегаға 1,5-ді 0,8-ге көбейтеміз, ол бізде 1,2 деген жауап шығады. 8-ші сұрақ. Жердің электр сыйымдылығын табыңыз дейді. Эпсилон 0 S бөлінген D деген негізі формуласы бар бізде. Енді бұл жер бізде сфера. Олай болса сфераның ауданы ол бізде 4πr квадрат. Жерде ара қашықтығын тап дейді, бұл бізде тоже радиус болып кетеді. Сонда 4π эпсилон 0 R деген бізде формула шығады. Енді осының барлығын көбейтеміз. Осының барлығын көбейтетін болсақ, не болады бізде? Мына жерде 4π эпсилон 0 негізі К деп өзі айтып тұр. Ладно, біз бұлай шығара берейік. 4π 3,14 көбейтеміз. 8,85 көбейтеміз 6400. Деп біз сан мәндерін ғана есептейік. Сол кезде А жағындағы өлшем дәрежелер бізде бірдей болып шығады. 711 дейді. Сразу біз жауабын Д деп белгілей берсек болады. Себебі бұған жақын басқа ешқандай сан жоқ, ал дәрежеге біз қатты мән бермейміз, себебі сан мәндері әртүрлі коэффициенттері. 9-шы сұрақ. Бала айнадан 3 метр секунд жылдамдықпен алыстап бара жатыр дейді. Бала мен кескіннің салыстырмалы жылдамдығы. Мынау былай біз айна сызатын болсақ, бала айнадан 3 метр секунд жылдамдықпен кетіп бара жатыр.
Олай болса кескін де айнадан былай кері бағытта 3 метр секунд жылдамдықпен қозғалады. Салыстырмалы жылдамдық екеуін қосамыз бір-біріне 6 болады бізде. 10-шы сұрақ. Газ 180 джоуль, 185 джоуль жұмыс жасағанда ішкі энергия 280 джоульға артты. Берілген жылу мөлшері. Термодинамиканың бірінші заңы бойынша Q тең болады А қосылған дельта U. Бізде барлығында плюс-минус дегендер бар негізінде, Енді газ жұмыс жасайды. Газдың өзі жұмыс жасаса, ол плюс болады, 185. Ішкі энергия артса, ол тоже бізде плюс болады. Сонда 465 джоуль деген жауап шығады екен. 11-ші сұрақ. Тербеліс жиілігін 3 есе арттырғанда электромагниттік толқынның интенсивтілігі ол бізде 81 есе артады. То есть 4-ші дәрежесіне тура пропорционал. 12-ші сұрақ. Протондар саны әртүрлі, нейтрондар саны бірдей болып келетін ядролық жұпты анықтаңыз дейді. Ол бізде изотон болады. 13-ші сұрақ. Электронның тыныштық энергиясы дейді. М0c квадрат. То есть біз мынаған көбейтеміз. МЦ квадрат. Жауап бізде А болады. 14-ші сұрақ. Максимал заряды берілген Qmax, периоды берілген. Тоқ күшінің теңдеуін жазыңыз дейді. I тоқ күшінің теңдеуі бізде қандай болады? I тең I max косинус омега Т. Омега деген ол бізде не ол? 2π бөлу Т омега дегеніміз. Олай болса орнына қоямыз. 2π 8 оның минус 6 дәрежесі, π бөлу 4 оның минус 6 дәрежесі деген болады бізде. 0,25 оның минус 6 дәрежесі үстіне плюс болып барады. 0,25 сонда бізде мына жауап келіп тұр десек болады, сразу белгілей берсек болады, потому что басқа ешқандай жауап сәйкес келмейді. Ал Imax-тың өзін қалай табамыз? Imax деген ол бізде негізінде, егер табу керек болса, Qmax көбейту омега болады. То есть мына мәнді біз омегаға көбейтеміз. Сол кезде Imax шығады. 15-ші сұрақ. Толқынның бірінші мен төртінші өркештердің арақашықтығы 6 метр дейді. То есть былай бізде 4 өркеш болатын болса, 1, 2, 3, 4, осының арасы 6 метр. Олай болса, бұл жерде бізде не бар? 3 лямбда бар. Демек, лямбданың өзін табатын болсақ, 6-ны бөлеміз 3-ке 2 метр толқын ұзындығы. Жылдамдығын табамыз. Жылдамдығын табу үшін лямбда бөлу период болады, немесе лямбда көбейтілген жиілік. 2-ні көбейтеміз 5-ке, сонда 10 метр секунд деген жауап шығады. 16-шы есеп. Индукциясы 1,5 милли Тесла магнит өрісті электрон қозғалады. Электрон 45 айналым жасайтын уақытын табыңыз дейді. Периодтың формуласымен кете берсек болады. Период дегеніміз Т бөлінген N, екінші жағынан ол шеңбер бойымен қозғалғандықтан MV емес, бұл жерде енді период бар кезде жылдамдық емес, ол бізде 2π болады. Бөлінген BQ. Есептейміз, масса ол бізде 9,1 көбейтеміз 2π-ге 6,128, бөлеміз 1/6-ға, бөлеміз электронның зарядына, бөлеміз бізде n көбейтіледі бізде 45-ке көбейтеміз. Сол кезде 1000 дейді. Шамамен 1 микросекунд десек болады. Келесі 17-ші сұрақ. Ұзындығы 2 метр, орам саны бар, 1000-ға тең. Бір орамның радиусы берілген, соленоидтың индуктивтілігін табыңыз дейді. Соленоидтың индуктивтілігінің бізде формуласы бар, μ0, орам саны S бөлінген L деген. S деген ол бізде πr квадрат болады. Егер осының барлығын есептейтін болсақ, бізде 4 көбейтілген 3,114, оны көбейтеміз орам санына 1000-ға, πr квадрат, πr квадрат, радиус 5 болса 25 болады, бөлеміз ұзындығы 2-ге. Сол кезде бізде ол шамамен 5 милли генри деген жауап шығады. 18-ші сұрақ. Қабылдағыш контур катушкасындағы тоқ күшінің мәні 0,2 ампер болғанда максимал бізде 1/2 микроджоуль энергия жинақтайды дейді. Егер контурға сыйымдылығы 6 нанофарад конденсаторды қосатын болсақ, осы
қабылдағыштың шығаратын толқын ұзындығы дейді. Толқын ұзындығы дегеніміз ол бізде жылдамдықты көбейтеміз периодқа, иә. Томсон формуласы бойынша период дегеніміз 2π түбір астында LC. Бізде индуктивтілік белгісіз L, оны қайдан табамыз? Энергия дегеніміз Li квадрат бөлу 2. Осы жерден біз L-ді тауып аламыз бірінші, иә. L дегеніміз 2 көбейту 1/2, оның минус 6 дәрежесін бөлеміз I квадрат 0,4-ке. 0,4-ке бөлетін болсақ, 2-ні қысқарсақ 3-тен береміз, сонда индуктивтілік деген 6, оның минус 6 дәрежесі деген сөз. Олай болса, 3 көбейту 10-ның 8 дәрежесі көбейтеміз, 2π деген 6,128 көбейтеміз, түбір астында 6, 10-ның минус 6-сы, 6, 10-ның минус 9-ды. Мына жерде 3 емес 30 болады, 60 болады, 60 болады. Енді біз осыны есептейтін болсақ, не болады? 6-6-тан түбір астынан 6 шығады, 6-ны 3-ке өтсем 18. 18, 10-ның минус 8 дәрежесі, 6,128. Мұна бір 0-ді дәрежеге берсек, минус 5 болады. Минус 5-ке минус 9 қоссақ, минус 14. Ол минус 14-тен минус 7 шығады. Жерде плюс 8, олай болса, 18-ді көбейтеміз, 6,128-ге көбейтеміз, 10-ның 8-і, 10-ның минус 7-сі, 10-ның 1-і қалады, просто 10. 1130 деген жауап шығады, жауап болады С. 19-шы сұрақ, толқын ұзындығы 750 нанометр болатын сәуле дифракциялық торға перпендикуляр түскенде, дифракциялық тордан 1 метр қашықтықта орналасқан экранның центрінен екінші максимумға дейінгі қашықтық 15 сантиметр дейді. Дифракциялық тордың периодын анықтаңыз дейді. Бізде d синус альфа тең болады k лямбда деген формуламыз бар. Период деген ол бізде d. Синус альфа дегеніміз, мысалға, бізде экран болатын болса, экраннан 1 метр қашықтықта толқынның несі бар, көзі бар, то есть дифракциялық тор бар, толқын көзіміз, дифракциялық тордан екінші максимумға дейін дейді. Мұна қашықтығымыз 15 сантиметр дейді. Мұнау бізде альфа болатын болса, синус альфа деген қарсы жатқан катеттің, мұнау бізде С дейтін болса, 15 сантиметрдің С-ға қатынасы синус альфа деген негізінде, 15 сантиметр бөлінген С. Алайда, 1 метр мен 15 сантиметрді салыстыратын болсақ, 1 метр деген өте қатты үлкен. 15 сантиметрден, өте қатты демей қойық, бірақ нормальный үлкен. Сол себепті, мұна С дегеніміз 1-мен шамалас болады да, біз d-ның орнын алған кезде, мұна қашықтық L болатын болса, мұнау x болса, біз x бөлу С емес, x бөлу L деп алсақ болады, тең k лямбда. D-ны табамыз, k деген реттің білдіреді, бізде екінші реттік деп айтылған. Сол үшін 2-ке көбейтеміз, 2 көбейту 750 нанометр, оны L-ға көбейтіледі еще 1 метр, бөлеміз x 15 сантиметрге, 0,15 метрге алдыратын болса. 2-і қысқарады, мынаяқтан 5-тен береміз, 10-ның қанша дәрежесі болады? 1, 2, 3, 10-ның 3 дәрежесі болады. Сонда 15 микрометр деген жауап шығады. 20-шы сұрақ. Фотонның энергиясы бар, катодтан шығу жұмысы бар, ұшып шыққан электронның жылдамдығын табыңыз дейді. Энергия тең болады А шығу қосылған ЕК, ЕК дегеніміз mv квадрат бөлу 2. Олай болса, mv квадрат бөлу 2 деген екеуінің айырмасына тең, айырмасы 1/4 бізде. Значит, v-ны табу керек болса, мен не істеймін? 2e минус А шығу азайтылған бөлу масса толық түбір астында. 3 азайтылған 1/6. Бұны мен джоульға айналдыруым керек. Джоульға айналдыру үшін 1/6-ға көбейтемін. Оны тағы да 2-ке көбейтемін, бөлемін электронның массасына. Осынша шығады, бұның барлығын түбір астынан шығаруым керек. 0,7. 0,7 ол менде 700 км/секунд деген шығады. Себебі 0,7 түбір астында менде дәреже бар. Оның минус масса 31, 19. Оның плюс 12-сі, оның 6-сы шығатта 700 км/секунд деген жауап шығады. 21-ші сұрақ. Әуе шары жоғары қарай 10 метр/секунд жылдамдықпен көтеріліп барады. 7 см биіктікке келген кезде шар ішіндегі адам қолында тұрған затын байқаусыз жерге түсіріп алады. Осы заттың жерге түсу уақыты. 75 метр биіктік жоғары кетіп бара жатыр. Адам қолынан заты түсіріп алған кезде, оның бастапқы жылдамдығы 10 метр/секунд жоғары болады. Сонда h тең v0-ті
GT квадрат бөлу 2 осы жерде мен тын табуым керек. Енді таңбаларын қоюым керек. Қандай таңбалар қоямын? H менде дене орын ауыстырған кезде төменге қарата орын ауыстырады. Демек, мен бір бағытты плюс деп алуым керек. Давайте мен төмен деген бағытты плюс деп алайын. Демек, H төменге қарата орын ауыстырады. Дене H-тың бағыты плюс болады. Бастапқы жылдамдық дене жоғары көтеріліп бара жатыр, сол себепті минус деп аламын. Ал G всегда төмен бағытта алады, оны плюс деп аламыз. И дальше орнына қояйық мәндерін. 75 азайтылған тең болады минус 10-ты қосылған G10, 10-ды 2 бөлем 5-ті квадрат. Барлығын 5-ке қысқартам. Т квадрат азайту 2-ті 75 тарапын бұлай қарта шығарып 5-ке қысқартсам 15 тең 0. Бұл жерге Т мен Т деп алам, 5 пен 2-ні берем. Минус 2 шығу керек, ол үшін минусты қоям. Ал жауаптар шыққан кезде мұнау 5 болады, мұнау минус 2 болады. Уақыт минуспен шыға алмайды, сол себепті дене 5 секундта құлайды деген сөз. 22-ші сұрақ. Дененің тепе-теңдіккенен максимал ауытқуы дейді. Максимал ауытқуы деген ол менде амплитуда, x max. X max деген ол менде синустың алдындағы шама. Жауап сонда болғанда А. 23-ші сұрақ. Потенциалдар айырымы берілген, зарядтың шамасы берілген, сыйымдылықты табуым керек. Сыйымдылықты табу үшін зарядты кернеуге бөлеміз. 5-ті 2-ге бөлеміз. Бұл айтқан кезде 25 нанофарад десек сразу болады. 24-ші сұрақ. Дене айнаға 1,5 метр жақындаса, дене мен кескіннің арасы дейді. Дене жақындайды, олай болса, кескін де жақындайды. Онда жалпы олар бір-біріне 2,5 метрге жақындайды. Бұл айтқан кезде арақашықтығы 2,5 метрге кемейді. 25-ші сұрақ. Жылу бар, жұмыс бар. Термодинамиканың бірінші заңы. Газ жылу алады, значит, плюс болады. Газ жұмыс жасайды, плюс болады. Плюспен ала береміз, соған қарап айтамыз. Бұл бізде 380 джоуль болады, жауабы. 380 джоуль, жауап С. Контексті оқып шыққан шығарсыздар, өздеріңіз сразу біз таба берейік. Бірінші мен үшінші зарядтардың әсерлесу күші дейді. 1 мен 3-тікін табуымыз керек. Кулон күшімен табамыз. К Q1 Q2 бөлінген R квадрат. Q1 Q2 оның минус 9-ы, оның минус 9-ы бөлінген R квадрат. 0,1-дің квадраты 0,1. Қысқарат. Көбейтеміз 72. 2, 4, 8, 8, 9-ға көбейтеміз. 72. Оның минус 7 дәрежесі. 7-2, оның минус 6 дәрежесі. Мына жерден біз көрейік, қай жерде орналасқан екен бұлар. Вакуумда. Қабырғалары 0,1. Бізде бұндай жауап жоқ екен негізінде. Значит, бұндай жауап жоқ. Жауап Е деп қосып қоямыз. 7,2 микроньютон деп. 27-ші сұрақ. А нүктесіндегі Q3-тің потенциалын тап дейді. Q3-тікі. К Q3 бөлінген R деп таба саламыз. 9, 10-ның 9 дәрежесі. Үшінші заряд 4, 10-ның минус 9-ы. Қашықтығымыз А нүктесі дәл ортасында орналасқан 0,5. Екеуі қысқарады. 36, 36-ны 0,5-ке бөлеміз. Бұл бізде 720 деген жауап шығады. 28. А нүктесіндегі 2 мен 3-тің кернеуліктерін тап дейді. А нүктесінде Q3-тің кернеулігі E3 бұлай бағытталады, ал E2 бізде бұлай бағытталады. Біз осы екеуінің жалпы қосындысын табуымыз керек. Кернеудің бізде формуласы бойынша KQ бөлінген R квадрат. 9, 10-ның 9 дәрежесі, Q3-тікі 4, 10-ның минус 9 дәрежесі, бөлеміз R квадрат. 25, 10-ның минус 4 дәрежесі десек болады. 36 бөлінген 25, 10-ның плюс 4 дәрежесі, бұл E3. E2-ні тапсақ, заряд 2 есе аз болғандықтан, бұл да 2 есе аз болады. Азайтамыз, 2 есе аз болғандықтан.
Ол 18-25 десек болады. Сол кезде 18 бөлінген 25. 4-ке көбейтеміз. 0,72 10-ның 4 дәрежесі 7200 деген жауап шығады. Бірінші зарядтың А нүктесіндегі кернеулігін тап дейді. Демек, бірінші біз қашықтықты тауып алуымыз керек ол үшін, иә, былай биіктік түсіреміз. Мынау бізде 0,05 болатын болса, мынау менде не болады? 0,5 түбір асты 3 деген жауап болады, иә. Олай болса, орнына қоямыз. KQ 9 10-ның 9 дәрежесі, 2 10-ның минус 9 дәрежесі, 0,5 түбір асты 3-тің квадраты болады бізде, иә. Қысқарат 18 0,25 3 болады. Екеуін қысқартсақ не жереміз? 6-тан береміз. 6-ны 4-ке көбейтеміз 24. 2400 десек болады, себебі біз сантиметрді метрге айналдыруымыз керек. 30-шы сұрақ, екінші зарядқа бірінші және үшінші зарядтың әсер ететін қорытқы күшін табыңыз дейді. Екінші зарядқа дейді. Мына екінші зарядқа мына Q3 пен Q1-дің әсер ететін күштерінің қорытқысын табуымыз керек. 1 мен 2, 1 мен 3, 9 10-ның 9 дәрежесі, 2 10-ның минус 9-ы, 1 мен 2-нікін табайық, 2 10-ның минус 9-ы, 0,1. Қысқарады. 36 10-ның минус 7 дәрежесі. F 2 мен 3-ті табатын болсақ, бағана тауып қойдық, 72 10-ның минус 7 дәрежесі бар. 72, 36 бұлардың қорытқысын табуымыз керек. Арасындағы бұрыш бізде қанша градус болады? Ол біреуі былай қарата тебеді, екіншісі былай қарата тебеді. Арасындағы бұрыш бізде 60 градус. 26-ны айтшерек, 1 мен 2 деп жатыр екен. Кешірім сұраймын, мына жерде 4 емес, 2 болады. 26-да жауап Е емес. Б деген жауап шығады. 9 көбейту 2, көбейту 2, 36, Б деген жауап шығады. 30-ды шығарайық, енді арасындағы бұрыш 60 градус деп айттық. Арасындағы бұрыш 60 градус болатын болса, біз немен шығарамыз? Біз бұны косинустар теоремасымен шығарамыз. Косинустар теоремасы бойынша ол қалай дейді? F қорытқының квадраты тең 36-ның квадраты, қосамыз 72-ның квадраты, азайтамыз 2 көбейту 36, көбейту 72, косинус 60 градус 2-ден 1-ге тең. Сонда FT дегенім F квадрат тең 36-ның квадраты, мен мынаны былай жазалам. 36-ның квадраты көбейту 2-ның квадраты десем болады. Азайту 36 көбейту 72. Енді осылардың барлығын есептеуіміз керек. Есептейтін болсақ, барлығынан мен 36-ны жақшаның сыртына шығарсам болады. Түбір астына алайын, 36-ны жақшаның сыртына шығарам. Сол кезде ішінде 36 қалады. Қоссам мен 36-ны 4-ке көбейтсем 144 қалады. И азайтам 72. Барлығы түбір астында. Бұлай екен азайтатын болсақ 36, одан 36-ны азайтатын болсам, бұл менде 100 қанша қалады? 108. 108 дегеніміз не ол? 108 дегенім 36 көбейту 3 деген сөз. Сонда 36 түбір асты 3 болады деген сөз. 36-ны көбейтем түбір асты 3-тен 1,73 шығады. 62. 62 деген бізде сонда жауап шығып тұр. Значит, бір жерінде бізде кішігірім қате кетіп қалды. Азайтамыз 36 180 72 108 біз дұрыс жасадық па? Мына жер 72 дедік, мына 36 дедік. Екеуі тебет, арасындағы бұрыш 60 градус болады. Ой, мына жерде бізде плюс қой. Плюспен аламыз. 108 емес, бізде қанша болады? 180 252 болады. Түбір асты 5 болады бұл айтқан кезде. Түбір асты 5-тен қанша шығады бізде? И осыны көбейтеміз 36-ға. 80-де 5 ба? Көрейік. 36 қосылу 144, қосылу 72.
7 екен. 7-ні түбірасынан шығарамыз, көбейтеміз 36-ға. 95, то есть 95. С деген жауап шығады бізде, е. Келесі 31-ші сұрақ. Қатаңдығы берілген, сығылуы берілген, жұмысын тап дейді. Тас құлайды да серіппені сығады. Жасаған жұмыс энергияның өзгерісіне тең. Ол менде энергияның өзгерісі kx квадрат бөлу 2. 300 көбейту 2-ның квадраты 4, сантиметр квадраты метр квадратқа айналдырамыз. Оның минус 4 дәрежесі. 600 0,100-6 деген немесе 60 миллиджоуль деген жауап шығады. Келесі 32. Ауырлық күшін тап дейді. Ауырлық күші mg 50 болады. 33. 45 метр биіктіктен құлаған дененің жерге соғылған сәттегі кинетикалық энергиясы. Энергияның сақталу ұзындығы бойынша ол максимал биіктіктегі потенциалдық энергиясына тең mgh. 45-ті 4-ке көбейтем. 180, 180-ді 10-ға көбейтем, 1800. Немесе 1,8 килоджоуль деген жауап шығады. 34. Аспаға бекітілген серіппеге бір-біріне жабыстырылған екі дене ілінген. Егер массасы 50 килограмм болатын төменгі бөлігі түсіп кетсе, массасы 100 грамм болатын дененің алатын үдеуі қандай болады дейді. Бұл жерде енді бұл Ньютонның 3-ші заңы бойынша m1 a1 тең m2 a2, f1 тең минус f2 дегендей. 50 грамм 10 үдеуімен еркін түседі, 100 грамм денеміз a2 деген үдеуімен түседі, көтеріледі, то есть 5 деген жауап шығады, 34 а болады. 35-ші сұрақ. Шық нүктесі дегеніміз не ол? Ауаның салқындауы кезіндегі ауадағы су буының қанығу температурасы болады. Ауаны қанықтыру үшін қажетті температура деп те айтсақ болатын шығар. Ауаны қанықтыру. Жоқ, қанықтыру үшін именно салқындау кезіндегі болу керек, сол себепті просто а болады бізде. 36. Екеуінің ортасындағы кернеулікті тап дейді. E1-ді табайық. E1 деген 9 10-ның 9 дәрежесі. 2 10-ның минус 9-ы, арасы 10 см, ортасындағы дейді. 5 см, 5-дің квадраты 25, оның минус 4 дәрежесі. 18, 25, оның плюс 4 дәрежесі. E2 заряд 2 есе көп болғандықтан кернеулігі де 2 есе үлкен болады. Демек 36, 25, оның 4 дәрежесі. Енді мына жағында теріс заряд бар, мына жағында оң заряд бар. Ортасында А деген нүкте бар. Бұл жерде енді біз Q1 заряд болса, Q2 заряд болса, А нүктесіндегі Q1-дің ол теріс заряд болғаны үшін тудыратын өрісі А нүктесінде өзіне қарата тартады. Оң зарядталған денен, немесе кернеулік осы бағытта бағытталған. E1. Ал плюс заряд болғандықтан Q2-міз. Ол да E1-дің бағытында болады. Демек, екеуін бір-біріне просто қосамыз. 36-ға 18 қосамыз. 50, 72 ма? 40, 50, 54 болады. 54 бөлу 25. Екеуін 4-ке көбейтеміз. 54-ті 4-ке көбейтсек, 216. Оның 2 дәрежесі. Жауап сонда А болады бізде, тек қана. Арқарта жалғастырамыз. 37-ші сұрақ. Кірпіштің сығылу беріктік шегі бар. Биіктігі 125 метр ғимаратты жасау үшін қолданылған кірпіштің беріктік қорынан анықтаңыз дейді. Қысымды айтамыз. Қысым дегеніміз ол бізде неге тең? F бөлінген S-ке тең, е? MGH, то есть ρGH. F деген mg, mg дегенім ρVG, S, V-дің өзі SH, сонда S пен S қысқаратта ρGH десек болады. Беріктік шегі бар, сонда беріктік қорын анықтау үшін, беріктік қорын эпсилон деп белгілесек, осы беріктік шегін, сигманы осы ρGH-қа бөліп тастаймыз, е? Бөліп көрейік. Бірінші маған анықтап алайық. 1600 көбейтеміз 125, көбейтеміз 10, 2 миллион. То есть 2 көбейту 10-ның 6 дәрежесі. Мынау бізде 2 10-ның 7 дәрежесі. Демек, беріктік қоры 10-ға тең. 38. Электр қозғаушы күшінің мәнін тап дейді. Бұл бізде минус дельта фи бөлінген дельта Т. Дельта фи дегеніміз BS, бөлінген дельта Т. Дельта BS. Индукция 0,4-ке өзгереді дейді. Ауданы 0,5, 0,5 миллисекунд.
оның минус 3 дәрежесі. Екеуін қысқартатын болсақ, мынадан 100-ден береміз. 0,4 асты 0,1, сол кезде 4 вольт болады бізде. 39 сыны көрсеткіші 2-ге тең болатын орта мен ауа үшін толық ішкі шағылу бұрышы дейді. Синус альфа деген 1 бөлінген n-ге тең, то есть 2-ден 1, бұл бізде 30 градус деген сөз. 40-шы сұрақ. Толқын көзден 4 метр қашықтықта орналасқан екен 1 секундтағы ығысу дейді. Просто орнына мәндерін қоямыз. Косинус 0,5 пи көбейтілген x-іміз 4-ке тең. Синус 0,5 пи, мұнау бізде 1-ге тең. Синус 2 пи ол 1-ге тең. Косинус 2 пи, то есть. Ал синус 0,5 пиіміз тоже 1-ге тең. Демек, сонда 30 сантиметр деген сөз. Осымен біздің нұсқамыздың талдауы аяқталды. Назарларыңызға рахмет.